Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде өте керемет күшті күн болып тұр. Қанша күннен бері аяз болып тұрған болатын. Осылайынан күн шығып, мұздар еріп, кішкене болса да құстар сайрап дегендей далаға шықсаң өте керемет құстардың дауыстары күшті болып тұр. Бүгін менде стирка. Күннің осындай кереметтілігін пайдаланып, менде бүгін киімдерді жуып алмақшымын. Одан кейін құстардың дауысын кәдімгідей тыңдап отырасың да, видеоға жазып алғың келеді. Сол кезде түрлі нәрселер кедергі жасайды. Біріншіден машинаның дауысы, сол кезде көп машиналар өтіп кетеді, жаңағыдай сонымен дауыстарын ести алмай қаласың. Ал кей кезде бір өзің отқан кезде кәдімгідей құстардың дауысы керемет сайрайды. Маған ұнайды табиғаттың дауыстары, әсіресе жаңағыдай жаңбыр жауған кезде, жел тұрып, жаңағыдай жапырақтар жаңағыдай сыбдырлаған кезде сондай өте керемет, өзің отқанын сондай күшті әсер аласың. Енді кезекте менде екінші стирка. Менде стирка көп жиналып қалды. Бірнеше күн аяз болғандықтан ешқандай стирка қосқым келген жоқ. Енді күн жылғаннан кейін осылай киімдерді жуып алып жатырмын. Мына жерде енді мен вареньяны ситадан өткізіп жатырмын. Бұл бізде клубника. Бұның алдында негізі малина түрін алған болатын. Тура мінекей осындай түрін алған болатын. Бірақ мына жерде басқаша. Алдыңғы алғанымыздың қағазы жылтыр, өте әдемді, ұқыпты жасалған болатын. Ал мына жерде жай әшейін қағазды, жаңағыдай неден, компьютердің сканер ма, в общем ксерокс сияқты сондай несінен өткізе салған, жай қағазға. Сонымен сондай екен деп ала салған болатынмын. Сөйтсем клубниканы мүлдем жумаған болу керек. Бұл жерде жапырақтарынан мүлдем тазаламаған, ішінде шөптері өте көп, бас жағы нормально да, аяқ жағында осындай қоқымдар көбейіп кеткеннен кейін осылай ситадан өткізуге тура келіп тұр. Клубниканың өзінде жаңағыдай ситадан өткіздім, жақсылап ездім. Содан кейін менде варенье емес, повидло болып шықты. Тура 1 литр болып шықты. Енді бұндай баклажкадағы вареньені мүлдем алмауға ұйғардым. Енді өзім істейтін болған вареньені, бұрындары істейтін вареньені қазір банка жинап жатырмын. Ауыздарына салфан байлап сарайға апарып тастаймын. Соменен келесі көктемде Құдай қаласа жайменен варенье басатын боламын. Алдымнан қандай жеміс-жидектер келсе, соның бәрінен баса берсем ба деген ойда отырмын. Негізі менің банкілерім мүлдем жоқтың қасы десем де болады. Ауыздарын барлығы сынып қалғаннан кейін мен біразын тастаған болатын. Енді қайтадан осылайынан жаймендеп жинап жатырмын. Көктемде енді сатып аламын да жартысын, өйстіп жинаймын. Бұрындары банкілерді сақтамайтын, көбінесе тастайтын, дайын күйінде алатын. Осылайынан бұрындары жақсы етін, жақсы істейтін. Қазір аяқ жақтары осындай болып кетті. Баклажкадағы вареньені бір-екте ара тауып алған болады. Содан кейін кішкене көңілім қалды вареньеден, но сонда да алып көрейінші деп осы бірінші алғаным малина етін өте жақсы болып, тәтті болып шыққан болатын. Енді сондай тәтті, әдемі, таза болып шығатын шығар деп ойлаған болатын. Сөйтсем, мына клубника өте нашар екен. Енді мен ойлаймын, бұл жерде де оригинал, жаңағыдай жасанды түрі бар деп ойлаймын өзім. Мынау енді әшейін жасай салған. Ал анау мен алғаным оригинал болуы мүмкін. Енді бізде түскі асты біз Алмат екеуміз ішіп қойғанбыз. Бұл жерде папамызға түскі ас дайындап беріп жатырмын. Қосымша өзімде шай ішетін боламын. Өйткені шөлдеп тұрмын, мұздай су ішкенше лучше шай ішкен дұрыс деп. Ет асқан болатынбыз, еттен осындай сорпа қалған, сол сорпаны жылтып беріп жатырмын. Және де әлі де бар, 1-2 күн осы сорпаны ішетін боламыз. Енді маған мынандай сұрақ келіпті: сіздердің папаларыңыз бар ма? Папаларыңыз қайда? Мүлдем көрінбейді ғой деп. Біздің папамыз бар, біздің папамыз үнемі жұмыста. Енді қазір қыс мезгілі болғаннан кейін қазір дем алып жатыр. Негізі былтырлары қыс мезгілінде мүлдем дем алмайтын, қосымша жұмыс істейтін, жұмысы жаңағыдай сезонный мезгілмен. Жаздың күні жұмыс өте қызу жүреді, ал қыстың күні тоқтап қалатын. Тура жаңа жылда бұларды жаңағыдай демалысқа жіберетін. Алдыңғы қыста жұмыс десе, биыл енді дем аламын деді. Өзі солайынан ұйғарды. Негізі әр қыс сайын қосымша өзіне жұмыс тауып алатын, соны істейтін. Одан кейін бізде папамыз жаздың күні үнемі командировкаға кетіп қалатын. Азанда ерте тұратын, кешке сағат түнгі 12-де бірақ келетін. Сол кезде көбісі көрмейтін папамызды, даже көршілеріміз де көрмейтін. Көбіне сұрайтын: папаларыңыз қайда деп. Мен айтын: жұмыста деп. Кейбір кезде командировкаға 1 айда, 2 айда кетіп қалатын.
Енді қазіргі жұмысы басқа бөлімге ауысқандықтан қазір бізде папамыз уақытылы келеді, уақытылы кетеді. Кішкене болса да өзімізде көріп жатырмыз, кішкене болса да өзімізде уақытты папамызбен өткізіп жатырмыз. Бір демалысының өзі мысалға үйдің жаңағыдай кішігірім тіршілігімен, сондай барып кел, шауып келумен өтіп кететін. Демалысты берсе берді, бермесе ол да жоқ болатын. Қыстың күні демалысын деп көбінесе жұмысында бермейтін ол демалысты да. Демалыс бізде тек қана жаңа жылда папамыздың демалысы, одан кейін 22 наурызда ғана болатын. Бізде көп көре бермейміз, и кадрда да көп көріне бермейді видеомда. Енді биыл кішкене болса да түсіріп жүрмін, кішігірім болса да арасында көрініп қалады. Енді Құдай қаласа осы февральда или көктемде қайтадан жұмысына кетеді. Өте қызу кезең бізде бұл жаздың ортасында. Сағат түнгі 12-де 1-де келеді. Завод жаңағыдай бұзылып қалса, или болса түнгі 12-1-ге дейін жаңағыдай жолға жаңағыдай асфальт төсейді. Сол кезде уже біз папамызды мүлдем көрмейміз десек те болады. Папамыз бар негізі, үнемі сыртта жүргендіктен көбінесе көріне бермейді. Енді биыл ғана кішігірім болса да араларында көрініп қалып жатыр. Көрсін, білсін, бар екен деп көрсетіп қойып арасында жаңағыдай артық сұрақ туындамау үшін. Бірақ көбінесе біз Алмат екеуміз бірге жүреміз. Енді Алмат қазір кішкене болса да үлкен жігіт болды. Енді оның өзінің ортасы бар дегендей, ол да қазір көбінесе далада жүреді. Енді видеодан мені ғана көретін шығарсыздар деген ойдамын. Алматтың енді өзінің ойы бар дегендей, қазір көбінесе ол да камераға түскісі келмейді. Жаңағыдай көңілді болып, жаңағыдай күшті болып тұрса, онда ол да түседі ортасында. Абылай көбінесе жаңағыдай түспей камерадан ол да қашады. Менен басқасының барлығы камераны онша ұната бермейді. Мен ғана ұнатып тұрған сияқтымын ғой. Адамдардың жаңағыдай мінез құлқына да қарау керек. Кім мысалға көбісі камераны жақтыра бермейді дегендей, бет алды түсіре берудің де қажеті жоқ. Ол сенің өзіңнің отбасың болсын, басқа адамдар болсын, рұқсатын сұрап түсіру керек негізі. Видео түсірудің де өзінің жаңағыдай мәдениеттері бар екен. Мен оны енді біліп жатырмын. Шектен шықпау керек қой, в общем. Өзінің түсіретін жері бар, түсірмейтін жері бар дегендей, соны есте сақтау керек. Мына жерде енді мен пирожкиді духовканың ішіне салып қойдым, кішкене көтерілсін дедім, духовканы қыздырдым. Өйткені бізде кухня өте қатты салқын болып тұр, қамырлар көтерілмей қалуы мүмкін. Мына жерде енді дайын күйін осылайынан түсіріп алдым. Менде пирожки пісті. Өте дәмді, жұмсақ болып шыққан, маған ұнады. В общем, капустамен өте қатты жақсы көремін. Енді нан салып жатырмын. Нанымды пісіріп алатын болам. Кешкі ас бізде дайын. Бағын айтып кеткендей, бізде кешкі асқа ет, жаңа сорпа, одан кейін қосымша магазинге барып келген болатынбыз, тәттілер алып келген болатынбыз, солармен шай ішетін боламыз. Әрине пирожки менен де. Мына жерде енді менде ыдыс-аяқтар жиналып қалды. Қазір сіздермен бірге осы ыдыс-аяқтардың бәрін жақсылап жинап, жуып алатын боламыз. Кухняда бүгін мен азаннан кешке шейін болдым десем де болады. Нан аштып, ыдыс-аяқ жуып, содан кейін барып кішігірім майда-шүйде тірліктерді істеп кішкене отырғаным сол еді. Папамыз артынша келді, оған түскі жаңағыдай обедін бердім, сонымен уақыт одан кейін өтіп кетті. Содан кейін барып қамырым көтерілгеннен барып пирожки істеуге тура келді. Енді мына жерде мен ыдыс-аяқты 2 бөлікке, немесе 3 бөлікке, бірнеше бөлікке бөліп жууға тура келеді. Өйткені стиральный машинаның үсті өте кішкентай, әсіресе үлкен ыдыс-аяқтар симайды. Үлкен ыдыс-аяқтарды екі ортада шкафтың үстіне қоюға тура келеді. Мына жерде енді мен жаңағыдай қолғаппен жуып жатырмын, өйткені қолым қатты құрғап кетті. Жаңағыдай ыдыс-аяқ жуатын сұйық, ол да қолды қатты құрғатады. Одан кейін қазір сұйық сабын қолданып жүрік, ол да қолды жаман қатты құрғатады екен. В общем, екеуі бірдей, сонымен қолым кәдімгідей құрғап кеткен. Қанша крем жақсам да әлі де қалпына келе қойған жоқ, сондықтан ол қолғап қолдануға тура келді. Негізі қолымызды мүлдем біз жаңағыдай бағаламаймыз, күтпейді екенбіз. Қолда кір тиеді екен, қолда шаршайды екен, қолда кәдімгідей әбір жейді екен. Сонымен перчатка киюге тура келді.
ыдыс-аяқ тұрмақ негізі біз көбінесе химиялық затты ұстаған кезде де қолғапсыз көбінесе жуып жатамыз. Негізі соның барлығы кәдімгідей қолға зиян, қолдың терісін кәдімгідей құрғатады, қолдың терісін күйдіріп жібереді. Қандай да жұмыс істемес бұрын, мысалға ыдыс-аяқ жусақ та, пол жусақ та, или болмаса жаңағыдай химиялық заттарды қолданардың алдында қолғап киеміз ғой. Сол қолғапты киер алдында негізі қолымызға крем жағу керек. Содан кейін барып қолғап кию керек. Сонда бізде получается маска болады, ол қолға жақсы сіңеді. Одан кейін барып кәдімгідей жұмсартады қолды. Үнемі солайынан істеп тұрсаңыз қол қалпына келеді, бірақ мен күнделікті істемеймін, бірде ұмытып кетемін, бірде жаңағыдай ерінемін істеуге, соныменен анда-санда бір істеп қоятыным бар. Енді мына жерде сіз біраз ыдыс-аяқтарды жууға тура келді, өйткені қолымда қолғап болғаннан кейін телефонды өшіріп қосу өте қиын болды да. Сонымен үлкен ыдыс-аяқтарды сіздерсіз жуып алдым. Енді барлығын осылайынан сүртіп қоятын боламыз, құрғатамыз. Бізде су нашар болғандықтан ыдыс-аяқта да, басқа заттарда да қалып қалса судың ізі қатты қалып қалады. Сондықтан барлығын сүртіп тұруға тура келеді. Әсіресе енді бізде көбінесе қара затты көп үйде ыдыс-аяқтар, солардың барлығын уақытымен сүртіп тұрмасаң, кәдімгідей судың жаңағыдай аппақ іздері қалып қалады. Мына жерде енді газды жақсылап сүртіп алмақшымын, онсыз болмайды. Күнделікті сүртіп тұрмасаң тағы да болмайды. Өйткені бұл газдың бетін қатты химиялық затпен жуа алмайды екенсің, әсіресе азелитпен жуған кезде қанша дегенмен де краскасы жаймен кете береді екен. Сондықтан күнделікті осылай феримен жақсылап сүртіп тұру қажет. Қара болғандықтан барлық нәрселер бетінде сразу көрінеді. Сразу барлығын сүртіп алмасаң тағы да қиындау. Бұрынғы өзімнің газым жақсы екен, қанша жаңағыдай бетіне тамақ төгілсе де, әйтеуір бір күн қалып қалса да жақсылап сүртіп аласың, азелитті бір сеуіп алып, аппақ болып шыға келеді. Ал мынада ондай емес, сәл енді қиындау, баптауды қиындау дегендей, пайдалану жақсы, пайдаланасын. Вот именно күтімді өте қатты қажет ететін газ екен. Үнемі сүртіп тұру керек, әр тамақ істеген сайын сүртіп тұру керек, онсыз болмайды. Оның үстінен жаңағыдай кухняны жақсылап жинап қойсаң, ертесінде таңғы ас дайындағанда өзіңе өте приятно, сондай күшті, прям сондай ощущение болады. Енді мінекей сіздермен бірге әңгіме айта отыра, кухнямды жақсылап жинап алдым, барлығын сыпырып, полын жуып, есігімді де сүртіп алдым, ракинаны да сіздерсіз жақсылап жуып алдым. Енді таңғы асқа осылайынан барлығын дайындап қойдым. Енді видеом аяғына келіп жетіпті. Аяғына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп кетіңіздер, пікірлер жазыңыздар. Бұл менің каналыма дамуына көп көмектеседі. Келесі кездескенше сау болыңыздар.